талқылап отырамын. Сұрақтарыңыз бар болса, иә, апай, жақсы, өте жақсы. Кеттік ендеше. Бірінші бізде Ыбырай Алтынсаринның тәкаппарлық деген мәтіні, тәкаппарлық деген әңгімесінен үзінді алынған мәтін. Кеттік ендеше бірге оқиық. Мұнда негізі Бенджамин Франклин, біріңіз танитын да боларсыздар, көпшілігіңіз. Бенджамин Франклин деген даңқты білім иесі, Америка жұртының кісісі. 18-дегі жас күнінде Медера деген қаланың бір қарт адамына қонақ болып, шығар уақытта қарт ішкергі бір есіктен шығарып салуға алып келіпті. Франклин бұл кісіге сөйлесе келе жатып, алдында не бар аңғармай, есікке жақындағанда қарт дауыстапты: еңкей деп. Сүй дегенше болмай, есік аласа екен. Маңдайшасына Франклин маңдайымен тарс ете түсіпті. Сонда қарт күліп айтты дейді: бұл кішкентай реніш сізге екіншіде ақыл болар. Ұмытпағайсың, сен жассың, өмірің алда, басыңды тым жоғары ұстамай төмен еңкіреп жүрсең, мұнан да артық неше соққылардан құтыларсың. Бұл сөзді Франклин 80 жасқа келгенше ұмытпай, сол қарттың ақылы маған көп пайда болды және басын жоғары көтерген тәкаппарлықтың әлек болғанын көзіммен көрдім деп әрдайым айтушы еді. Мәтін түсінікті болды ма? Қай стильде жазылған екен? Әңгімелеу, пайымдау, сипаттау. Бірінші стилін анықтап алайық, иә? Біз стильді ажыратып үйрендік. Бізде сипаттау көбінесе қандай, пайымдау неліктен, әңгімелеу не істеді деген сұрақтарға жауап береді. Әңгімелеу дейді. Тағы кім қалай ойлайды? Әңгімелеу. Әңгіме. Көп жауаптар бізде әңгімелеу деп келіп жатыр. Жақсы, иә, почти бәрі бізде жауап бергендердің жауап береміз. Мүмкін қарсыларыңыз бар шығар, иә, арасында. Әңгімелеу, жақсы. Бізде 100% жауап әңгімелеу деп келіп жатыр. Бұл бізде дұрыс жауап. Енді мына жерде келесі бірінші сұраққа назар аударайық. Америка жұртының даңқты білім иесі Бенджамин Франклин жас күнінде не себепті Медера қаласына келді деп ойлайсыздар? Бірінші, бір қарт адамға қонақ болып келеді. Қарттың немересі болғандықтан, қартты қарттар күнімен құттықтайын деген мақсатпен қарт көмекке шақырған еді, Америкаға қонақ болып келді. Қай жауап деп? Бірінші жауап дұрыс па? А дейді. А деп жатыр. Тағы кім қандай вариант айтар екен? Апай, пайымдау деген қалай деген сұрақ қойыпты Ақбала. Жауап беру өтейін. Бізде пайымдау, сипаттау, әңгімелеу деген 3 мәтіннің түрі бар. Оны негізі ең оңай жолы табудың. Мәтінге сұрақ қоясыздар. Мәтіннің сөйлемдеріне, егер де мәтін қандай да бір қызды, немесе бір ауа райын, немесе табиғатты суреттеп, ол табиғаттың мынандай көрінісі бар, ол өте сұлу, алтын күз, қатты қыс деп сондай бір қандай деген сұраққа жауап берсе, мәтіннің айтатын ойы, ол қандай, ол қалай деген сияқты, ол бізде сипаттау болады. Өйткені сипаттау мәтінін оқыған кезде біздің есімізге көбінесе қандай да бір картина елестейді. Яғни сипаттау мәтіні біздің көз алдымызға бір картинаны елестетеді. Ал пайымдау мәтіні неліктен деген сұраққа жауап береді. Мәтіннің бастапқысының кіріспесінде бір ой айтылады. Енді ол неліктен олай болды. Соның себебі ары қарай мәтінде тарқатылып айтылады. Ал әңгімелеу мәтіні тоже ең оңай мәтіндердің бірі, ең оңай табатын. Не істеді деген сұраққа жауап береді. Бір оқиға, оның жалғасы екінші, оның жалғасы үшінші, төртінші, осылай жалғастырып кете береді. Бірінен соң бірі оқиғаларды. Вот. Мына жерде жауаптарыңызға қарайын. Бізде барлығы депті. Бізде дұрыс жауап. Мына жерде мәтіннің басына назар аударамыз. Негіз көбінесе бірінші, екінші, үшінші келетін сұрақтар бізде мәтіннің бас жағынан алынады. Даңқты білім иесі Америка жұртының кісісі 18 жас күнінде, мінекей мына жерде тұр бізде жауабы. Қаланың бір қарт адамына қонақ болып келеді. Вот осы жерде тұр екен, дұрыс таптыңыздар. Келесі Франклинмен қарт сөйлесіп келе жатады. Сол кезде Франклинге қарттың ескерткен сөзін мәтінге сүйене отырып, себебін табыңыз дейді. Ұмытпағайсың, сен жассың. А жауабы. В жауабы. Бұл кішкентай реніш сізге екіншіде ақыл болар. Ұмытпағайсың, сен жассың, өмірің алда, басыңды тым жоғары ұстамай, төмен еңкіреп жүрсең, мұнан артық неше соққылардан құтыларсың. С жауабы, өмірің алдыңда, басыңды тым жоғары ұстама. Д жауабы, басыңды тым жоғары ұстамай,
төмен еңкіреп жүр. В дейді. В дейді. Тағы кім қалай ойлайды? Ерекше болып тұр, өзі бізде. Неге? Сұраққа Франклинмен қарт сөйлесіп келе жатады да, сол кезде Франклинге қарттың ескерткен сөзін мәтінге сүйене отырып себебін табыңыз дейді. Тағы кім қалай жауап береді екен? Мына жерде вроде бір оқып қараған адамға барлық ой айтылған сияқты, барлық нұсқадағы. В дейді. Тағы да жауаптар келсін. Негізі дұрыс жауап В. Өйткені бізде айтылған ойды ғана емес, оның себебін сұрап тұр, Егер де бізде мына А жауабын алатын болсақ, мына жерде С жауабын алатын болсақ, Д жауабын алатын болсақ, бұл жерде бізде көбінесе тек себеп айтқан. Сен жассың, өйткені ұмытпа. Өмірің алдыңда басыңды жоғары ұста. Басыңды тым жоғары ұстама, төмен ұста дегенді. Нақты бір өтінішін, нақты бір сөзін, ақыл кеңесін ғана айтқанда, ал оның бізге болса сұрақта не айтып тұр? Ол айтқан сөзінің себебін табыңыз деген. Неліктен қарт адам олай айтты? Оның айтпағының артында не бар? Мінекей ол дұрыс жауап бізде В екен. Келесі, мәтінде қарт Франклинге айтқан кеңесін дұрыс деп ойлайсыз ба? Әлде қате деп ойлайтындар бар ма? Дұрыс, өйткені кішіпейіл болу керек. Жоқ, еңкейген сайын басыну көбейеді. Себебі ол қария. Жоқ, келіспеймін. Жоқ, әркімнің сөзін тыңдамай алған бетіне таймау керек. Бұл енді субъективный сұрақ. Әйтсе де мұндай сұрақтарда бізде сирек болса да кездеседі. Бұл енді талқылауға келмейтін жауап нұсқасы деп білем. Бұл бізде А жауабы. Жақсы, келесі мәтін. Мұқият тыңдаңыздар. Мен бірінші жаңағы нұсқаның сұрағынан бұрын мәтіннің стилін сұрайым сіздерден. Кеттік. Әр ғасырдың өзінің біртума азаматтары, атаңызға айналған көрнекті тұлғалары болады. Солардың бірі Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев. Есімі дүние жүзіне белгілі болған көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, 3 мәрте социалистік еңбек ері. Көбіміз танимыз, Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевты. Ол 1912 жылы 12 қаңтарда Верный қаласында қарапайым шаруа отбасында дүниеге келген. 31 жылы Қонаев Мәскеудегі Калинин атындағы түсті металдар институтына оқуға жіберілді. Ал 36 жылы осы бір институттың тау-кен факультетін бітіріп, Балқаш мыс қорыту комбинатының Қоңырат кенішінде кен инженері болып барады. Мұнда Қонаев қарапайым жұмысшыдан кеніш директорына дейін көтеріледі. Ұлы Отан соғысы кезеңінде Рейдер кен орнының және Ленинград кен басқармасының директоры болды. Кейін министрлікте қызметін атқарды. 1952 жылғы сәуірде Ғылым академиясының академигі және оның президенті болып сайланды. 107 сөзден тұратын мәтін екен. Енді стилін анықтайық. Қандай стильге жатады? Қ деген жауап келіп жатыр ғой. Бірінші стилін анықтап алайық, одан соң барып біз тақырыбын, идеясын, қай кезеңде баяндалғандығын, публицистика дейді. Ғылыми. Жоқ. Ғылыми дейді. Жақсы. Стилін және де түрін анықтаңыздар. Жаңағы 3 мәтін, 3 түрдің қайсына жатады? Сипаттау ма, әңгімелеу ма, пайымдау ма? Публицистика дейді көбінесе. Енді мәтіннің түрін анықтаңыздар. Публицистика, ғылыми деген 2 жауап, публицистика деген өте көп жауап келіп жатыр екен. Енді мәтіннің түрін анықтаңыздар. Сипаттау дейді. Публицистика сипаттау шығарды. Сипаттау. Жақсы, тағы да. Сипаттау деген жауаптар көп келіп жатыр. Жақсы, ендеше талдайық, Неліктен сипаттау деп ойлайсыздар? Өйткені Ахметұлы Қонаевтың қандай да бір қасиеттерін айтып жатыр деп
ойладыңыздар, иә? Ол кім? Қоғам қайраткері, көрнекті мемлекет қайраткері, жұмысшы болды, мына жерде оқыды, ана жерде көтерілді, қарапайым жұмысшы болды, одан соң кеңші орнына дейін көтерілді деген. Иә, сіздердің болжамдарыңыз негізі жауапқа жақын, бірақ бұл бізде сипаттау емес. Сипаттау мәтіні. Қараңыздар, қандай деген сұраққа жауап береді? Мен жоғарыда айттым. Дінмұхамед Ахметұлы кім? Кім болды? Басында кім еді, сосын не істеді емес? Қандай? Егер де Дінмұхамед Ахметұлы өте тіл алғыш, өте білімді, өте зерек, өте мықты, өте алып деген қандай деген сұраққа жауап беретін болса, әңгімелеу ма онда дейді. Егер де сондай сұрақтарға жауап беретін болса, ол бізде сипаттау болатын еді. Дінмұхамед Қонаевтың біздің көз алдымызда сипаттау мәтінін оқығаннан кейін кәдімгідей мына түрі, тұлғасы елестейді. Ал бұл мәтін бізде ондай тұлғаны, ондай картинаны, портретті көз алдымызда елестетіп жатқан жоқ. Сондықтан енді сонда әңгімелеу, баяндау дейді. Жақсы, бұл бізде мәтін әңгімелеу мәтініне жатады. Өйткені айтып тұр, иә, басында мына жерге оқуға түсті, одан кейін мына жерде оқыды, одан соң мына жерді бітірді, одан соң осындай қызметті істеді, одан мына қызметке дейін көтерілді. Яғни болды. Бір оқиғадан кейін екінші, одан соң үшінші оқиға болды. Вот, сондықтан бұл біз әңгімелеу мәтіні. Енді 4-ші сұрақ. Мәтінде қай дәуірдің кезеңі баяндалған? Кеңес дәуірі, Қазақстан Республикасының алғаш құрылған дәуірі, азаматтық соғыс кезеңі, ақ патша дәуірі. Кім қалай ойлайды? Мәтінде А деген жауап келіп жатыр. Кеңес дәуірі дейді. Неке, мына жерде мәтінге назар аударыңыздар. Социалистік. А деген жауаптар келіп жатыр. Неке. Дұрыс. Уже алдындағы, мен айттым ғой бағана. Мәтін, оның артынша бізде сұрақтар берілсе, мәтіннен кейінгі сұрақтар негізі көбінесе бізде кіріспесінде алғашқы бөлігінде ақ жауаптар көрініп тұрады. Сондықтан да алғашқы кіріспе бөлімнен ақ бұның жауабын анықтап алуға болады. Тексті көп аяғына дейін оқып отырмай. Демек, мына жерде бізде атақтарының өзінен ақ ажыратуға болады екен. Социалистік еңбек ері, социалистік деген қандай мағына? Ол бізде кеңестік, иә? Кеңестік деген мағынаны білдіреді. Және де мына жердегі оқыған кездері, Ұлы Отан соғысы кезеңіндегі бұның барлығы бізде кеңестік. Егер де Ұлы Отан соғысы қай кезеңде ол басқарманың директоры болды, қай кезеңде лидер кен орнында жұмыс істеді десек, ол кезде бізде Ұлы Отан соғысы кезеңінде деген жауап болатын еді. Бірақ мына жерде ондай вариант жоқ, иә? Ондай вариант жоқ. Сондықтан да оны белгілемейміз. Бұл жерде А жауабы дұрыс. Келесі, мәтіннің тақырыбы. Қалай ойлайсыздар? А жауабы адам және оның қоршаған ортасы, білім және ғылым, әлеуметтік қарым-қатынас, мемлекеттер мен қалалар. Так, бізде мәтіннің мына жерде тұрған тақырыбы негізі зор тұлға, иә? Бірақ біз білеміз, автордың бұлай қойған тақырыбынан бөлек мәтіннің өзіне тән, мазмұнына тән тақырыбы болады. Тақырыбы мен идеясын ажыратып білесіздер ма? В дейді. В деген белгілеп қояйық қазірге сіздерден келіп жатқан жауаптарды, иә? В деп ойлайды. Бізде С деген жауаптар келіп жатыр. С-ны да белгілеп қояйық. В деген жауаптар да келіп жатыр. Бірақ дұрыс жауапты мен әлі көре алмай тұрған сияқтымын. Сәл күтейік тағы, иә? В, А деген екі жауапты да белгілеп жатқан қыздар бар, оқушылар бар екен. Жақсы, ендеше қараңыздар. Мәтіннің тақырыбы дегеніміз не? Мәтіннің тақырыбы, мәтіннің түйінді ойы. Айтатын мәтіннің тақырыбы негізі сөзден немесе сөз тіркесінен тұрады, ал идеясы бір сөйлеммен берілуі мүмкін. Егерде оңай ажырату мағынасына үңілу қиын, мен оңай ажыратқым келеді десеңіздер, соған назар аударыңыздар. Мәтіннің тақырыбы сөз тіркесінен, ал идеясы көбінесе сөйлемнен, белгілі бір ойдан тұрады.
Мәтіннің тақырыбын оңай анықтау үшін сөз тіркесін. Ал мына жерде қараңыздар, бәрі сөз тіркесі. Бәрі вроде айтылды. Бірақ мәтіннің түйіні неге саяды? Мәтіннің мазмұны қандай негізгі тақырыптардан шығып тұр? Бізде бұл жерде негізі дұрыс жауабы А. Бізде А деп кім айтты? Так, Бағлан, Аяулым, Жанерке, Күмісай, Данагүл және осы оқушылар бізде Жанерке А немесе В деген екен. Негізі бізде дұрыс жауабы А. Неге В емес? Қараңыздар, егер де білім және ғылым туралы айтылатын болса, онда тұлға айтылмайтын еді. Кеңес үкіметі кезінде осынша мектептер ашылды, оның мынанша мектебі қазақ мектептері болды, осынша мектебі орыс мектептері болды. Ол мектептерде оқытылған оқулықтар осындай. Ол кездегі білім бағдарламасы мінеки осылай болды. Ғылымның деңгейі осы жерде десе, ол кезде білім және ғылым болатын еді мәтіннің мазмұны. Әлеуметтік қарым-қатынастар. Халықтың өмір сүру деңгейі осындай деңгейде болды. Осынша проценті кедей шаруаларды құраса, осынша проценті бай, ал осынша, мысалы, 20% орта табу өкілдерін құрады. Мемлекет пен қоғамның арасындағы қарым-қатынас тығыз байланыста болды. Немесе керісінше, экономикалық осы жерде экономикалық құлдырау болды деп қоғамның түр сипатын айтып жатса, ол бізде әлеуметтік қарым-қатынас болатын еді. Мемлекеттер мен қалалар. Бізде Д деген жауапты талдамай қояйық. Д деген жауап келмеген екен, иә? Мемлекет туралы нақты мемлекетті ашып, астанасы, қай жылы құрылғаны, кім президенті болды, ондай айтылып жатқан жоқ. Бізде мәтіннің тақырыбы мына жерден қараңыздаршы, зор тұлға деп тұр. Бірінші мына тақырып кіріспесінде айтылады, Қонаев деген бір кісі туралы айтты ма? Демек бізде адам. Осы бір адамның мына жерде өрбиді, қызметі, оқуы, алған марапаты. Демек бізде негізгі тақырып бұл бізде бірінші адам болады екен. Вот, негізі А жауабы бізде дұрыс. Келесі, Қонаевтың зор тұлға екендігі қай тіркесте ашылып тұр? А жауабы біртума азамат, В жауабы социалистік еңбек ері, С жауабы ғылым академиясының академигі. С жауабы ғылым академиясының академигі, Д жауабы атаңызға айналған. 6В дейді. 6В деген жауаптар келіп жатыр. Жақсы. Тағы да жауаптарыңызды жазыңыздар. Мүмкін дұрыс жауапқа жетіп қаламыз. В дейді. Зор тұлға, мінеки мәтінді қайталап оқиық. Неліктен ол зор тұлға екен? Социалистік еңбек ері деген мына жерде өшірейін, сіздерге оңай болу үшін табу. Мына жердің бәрін өшіремін да, жаңағы тіркестерге акцент қояйық. Мына жерден социалистік еңбек ері деген вариант болды, иә, бізде? Мінеки зор тұлға деген тақырыптың өзі. Және қандай? Біртума азамат ғылым академиясының академигі. Мінеки ғылым академиясының академигі мына жерде. Так, біртума азамат. Мінеки біртума азамат. Және атаңызға айналған. Мінеки мына жерде екеуі қатар тұр екен, иә? Көрнекті тұлғалары болды, солардың бірі деген ретінде. Қайсысы деп ойлайсыздар? Так, В, А деген жауап келіп жатыр. Қараңыздар, зор тұлға дейді. Зор тұлға деген біз көбінесе бұл эмоционалды, бір эмоциялық естіген кезде бір таңданысты білдіретіндей бір мән бар, иә, мағынасында. Қандай да бір ғылыми статус емес, бір президенттің бір жарлықпен беретін емес, зор тұлға деген атақты кім береді? Зор тұлға деген атақты халық береді. Мына жердегі социалистік еңбек ері, ғылым академиясының академигі деген жауаптар бізде қате. Өйткені бұл атақтарды бізде мемлекеттің өзі, немесе жаңа сол кездегі КСРО басшылығы береді. Мемлекет береді, ал бізде зор тұлға деген сөзге назар аударыңыздаршы. Бұны бізде халық береді, бұл атақты. Халық береді, тарих береді. Тарихшылар емес, тарих шығарып береді. Сіздер ана кітапты оқып болғаннан кейін, Дінмұхаммед туралы, кітаптан алынған үзінді ғой енді, мәтінді оқып болғаннан кейін оқырманның өзі ақ сондай пайым шығарады. Зор тұлға екен ғой деп. Не? А дейді, А немесе Д дейді. Конечно, бізде өз екі ғана жауап қалып тұр ғой. Жақсы, бұл жерде бізде зор тұлға екендігін анықтап тұратын Д жауабы.
бір тума азамат дегеннің мағынасына қараған кезде екеуін салыстырсақ, атаңызға айналған деген тіркестің мәні зор тұлғаға өте жақын. Бір тума азамат ол көп адамдарға берілетін тіркес, иә? Бір тума азамат деп біз көп адамдарды айта береміз, ал зор тұлға деп екінің біріне берілмейді. Еңбегі сіңген, халықтың аузында әлі күнге дейін қалған, халықтың өзі марапатты беріп тастаған. Мысалы, қазір көптеген атақты адамдар бар, то есть атақты демейміз, марапатты көп адамдар бар. Көптеген мемлекет тарапынан статусты, қызметті шегінде алған, бірақ халық мойындамайды. Неліктен? Өйткені оған халықтың берген атағы жоқ. Мысалы, қазақтарда ойлайсыздар ма, ақан сері, біржан салдар ғана қазақтарда болған, өнершілер одан басқалар болмаған деп, керісінше ақан сері мен біржан салдардың мыңы болған. Бірақ олар көбінесе халықтың атағына жете алмаған, иә, халықтың берген атағына. Аты аңызға айналмаған. Мейлі олар туралы кітаптар жазылмасын, мейлі қаншама зерттеулер жүргізілмесін, бірақ халық оны, олардың шығармаларын ұмытпайды. Олардың шығармалары кітапқа түспесе де, бүгінгі мысалы біздің кейбір үлкендеріміз жатқа айтып отырады, иә? Сондықтан да бұл бізде аты аңызға айналған деген жауап болады. Келесі, Қонаевтың еңбек жолын ретімен көрсетіңіз. А 12, 31, 36, 52, В 31, 36, 52. Мінекей мына жерде мәтінді сәл бүйтіп кішірейтейін, сол кезде сіздерге көрінеді. Аха, енді көрінді ғой деймін, иә. Мына жерде бірінші абзацты көрсетпей қойын, бірінші абзацта жыл жоқ екен. Осы екінші абзацтан бастап назар аударып қараңыздар. Қай жауап деп ойлайсыз? 7В дейді. Так, сіздерден келген жауапты осылай белгілеп қояйын. Тағы кім қалай ойлайды? Мәтін мына жерде жылдарымен көрінетін қылып қойдым сіздерге. В дейді. Мінекей жылдарға назар аударайық. 12. Бұл бізде дүниеге келген жылы, иә? Одан соң 31. Металдар институтына оқуға жіберілген. 36. Тау-кен факультетін бітіріп, сол жылда не болды, қандай оқиға болды, соған назар аударыңыздар. Өйткені бұл жерде бізде еңбек жолын ретімен көрсет деген. Ал енді, В дейді, А деген жауап келіп жатыр. Неке сіздерден келген жауаптан осында белгілеп қойын. Сосын дұрыс емесін талдайтын боламыз. Так, тағы кім қалай ойлайды? Бәрін өшіріп тастайын сіздерден жауап келгенше. Так. Неке мына жерде бізде жылды белгілеп қояйын. Еңбек жолы. Қонаевтың еңбек жолын рет С деген жауап келіп жатыр. Мхм. 12-де қарапайым шаруа отбасына дүниеге келгенін айтқан. Бұл бізде еңбек жолына жатады ма? 31-де институтқа оқуға жіберілгені айтылған. 36-да факультетін бітіріп, инженер болғаны айтылған. 52-де ғылым академиясының академигі және оның президенті болып сайланғаны айтылған, иә? Демек, бізде негізі туылғаны еңбек жолына жата ма? Дүниеге келген жылы бізде дүниеге келген жылы бірінші тұрған варианттарды уже алып тастаймыз. Бұлар дұрыс емес. Өйткені бізде еңбек жолы дүниеге келуінен басталмау керек, дұрыс па? Мына жерде сұраққа назар аударыңыздар. Еңбек жолы деп тұр. Еңбек жолы қызметке тұрған кезінен басталу керек. А мен Д жауаптар бізде бірден дұрыс емес. Енді В мен С жауаптары. 31, 36, 31-де не болды бізде? Оқуға түсті. Ал 36-да факультетті бітіріп, кеніште кен инженері болып барды. Демек бізде дұрыс жауап қайсы екен? Уже енді сіздерге ажырата оңай деймін. С жауабы. Я, бізде дұрыс жауап С жауабы. Осыны белгілейміз. Өйткені бізде 36-дағы қызметі және 52-дегі қызметі ең алғашқы қызметі және ең соңындағы осындай бір ғылым академиясының академигі деген жоғары қызметі, иә? Жақсы, келесі сұрақ. Келесі мәтінде енді сәл күрделі. Сондықтан назар аударып, зейін қойып тыңдаймыз.
Табиғат. Табиғатты қорғау біздің парызымыз. Табиғаттың ғажайып әсемдігін көз алдына елестете отырып, өзің бір керемет сезімге бөленесің. Табиғаттың бар әсемдігін, бар кереметін, оның әрбір әсерін сөзбен де, жазумен де жеткізу оңай емес. Оның керемет көрінісі жаныңды тербетеді. Бұлттары аппақ мақтадай, шөптері жасыл кілемдей төселген. Табиғат тіршілік көзі. Оның әрбір әсері адам өмірінде үлкен рөл атқарады. Аяулы табиғатсыз осы ғаламда өмір сүру, тіршілік ету мүмкін емес еді. Жыл мезгілдерінің өзгеруі де табиғатты одан әрі әсерлейді. Әр жыл мезгілі әрқилы. 4 жыл мезгілі бізге 4 түрлі ғажайып күйін сыйлайды. Таудан сарқырап аққан өзеннің айналасында өксіген оттай жанған жануарларды көрудің өзі керемет көрініс емес пе? Бау-бақшада өскен жеміс-жидектердің иісі мұрын жарады. Жайқалып өскен түрлі гүлдер көзге өз кереметтігін сыйға тартады. Аспаннан күннің көзі түскенде жердің жүзі қуана қыбырлайды. Көлдер қойнын ашса, қаңқылдап оған құстар қонар. Табиғат жайлы өнегелі сөздер, мақалдар мен өлең жырлар да аз емес. Оның керемет әсемдігін жырлаған, суреттеп жазған ақындар баршылық. Табиғат көркемдігін өз өлең жұмақтарында жырлаған ақындардың қатарында Абай, Сұлтанмахмұт, Қасым Аманжолов, Ыбырай Алтынсарин сияқты ақындарды атауға болады. Шалғайын шалқар маужыған бұлт келді, көктем кір кетті, топырлап ұрған тамшыдан. Мына жерде сол кісілердің өлеңдері, топырақ иісі бұрқ етті, шілдемен тамыз нышаны шаң ғана болса, қалдырма терезелер құшағын, түгелдей ашы жаңбырға деп Қадыр Мырзағали атамыз айтқандай, осылай табиғатты жырлаған екен. Табиғат көркемдігін ақ қағаз бетіне түсірген ақындарымыз оның құдіретін білген. Сол өлең жолдарын болашақ ұрпаққа, яғни біздерге қалдырып отыр. Біздің әрбір басқан қадамымыз, әрбір істеген ісіміз табиғатқа байланысты болғандықтан, оның біздің өмірімізде ерекше орын алуы сөзсіз. Бірақ адамзаттың кейбір істері табиғатқа кері әсер етуде. Оның кері әсері біздің денсаулығымызға да зиян келтіреді. Табиғатты қорғау, табиғатты аялау әр адамның міндеті. Үлкен, кіші әрдайым оны таза ұстап, құрмет тұту қажет. Оның бізге қаншалықты қажет екені баршамызға мәлім. Так, енді анықтаңыздар, қандай мәтін түріне жатады? Әңгімелеу, сипаттау, пайымдау. Так, сіздерден жауап күтемін. Әңгімелеу, сипаттау, пайымдау қай түріне жатады екен? Енді сіздерге ажырату шамалы қиындау болады, өйткені бізде, мысалы, тек қана әңгімелеу мәтіннің элементтері, тек қана сипаттау мәтіннің элементтері бір мәтінде түгел кездесетін кездерде болады, түгел емес, араласып кездесетін кездерде болады. Араласып келген кезде сіздер қай мәтін түрінің элементі басым проценті, сол мәтіннің түріне белгілейсіздер. Мысалы, сипаттау кішкене берілуі мүмкін, бір 20%, ал бізде пайымдау 80% берілуі мүмкін. Қайсының проценті көп, соған назар аударамыз. Жақсы, сипаттау деген мәтін жауаптар келіп жатыр бізде. Тағы кім қалай ойлайды екен? Мүмкін әңгімелеу деп ойлайтын оқушылар бар шығар. Пайымдау деп ойлайтын оқушылар бар шығар. Әңгімелеу дейді. Жақсы, тағы кім қалай ойлайды? Жақсы, негізі бұл бізде пайымдау мәтініне жатады. Қараңыздар, неліктен? Неге осы бөлікте бізде табиғаттың өзін айтса, әсемдігін, ал енді осы әсемдіктен мына жерде ақындардың несін айтқан? Ақындардың шығарған өлеңдерін, туындыларын, табиғаттың әсемдігінен нәр алып, табиғаттың әсемдігінен шабыт алып, неліктен ақын сол өлеңдерді шығарды? Абай неліктен сол 4 мезгілге 4 түрлі өлең арнады? Неліктен? Ал неліктен деген сұрақ бізде қай мәтіннің сұрағы? Қай мәтін түрінің сұрағы? Ол бізде пайымдау. Неге табиғаттың сұлулығын бірінші мәтінде айтып, екінші бөлігінде сол себепті ақындар оған өлең шығарған. Ал мұнда үшінші бөлігінде
Сол себепті біз табиғатты қорғау керекпіз. Өйткені табиғатқа келтіріп жатқан адамдардың зияны бүгін адамдардың денсаулығына да кедергі келтіріп жатыр, зиянын тигізіп жатыр. Мінекей себеп және де оның неліктен болғандығы айтылған, салдар және оның себебі айтылған, иә? Табиғатты қорғау біздің парызымыз дейді де, артынша адамдардың жасап жатқан әрекеттерін, оның адамдардың денсаулығына зиян келтіріп жатқан табиғатқа зиян келтірсең, ол айналып келіп өзіңнің денсаулығына зиян екені айтылған. Солай ғой. Сондықтан бізде басында табиғаттың сұлулығы айтылғанмен, сұлулығы да бұл жерде бір қатты сипатталмайды басымдық беріп. Табиғат деп до конца табиғаттың сұлулығын айта беретін болса, ол бізде сипаттау болатын еді. Ал әңгімелеуге келмейді, не істеді, не қылды, қайтты дегенге. Сондықтан бұл бізде пайымдау болады. Пайымдау деген жауапты ешкім жазбаған екен. Негізі бұл бізде пайымдау мәтіні. Немесе енді осы мәтіннің сұрақтарына жауап берейік. Суреттеу қай сөйлемде? Табиғаттың ғажайып әсемдігін көз алдыңа елестете отырып, өзің бір керемет сезімге бөленесің. В. Оның керемет көрінісі жаныңды тербетеді. С. Бұлттары аппақ мақтадай, шөптері жасыл кілемдей төселген. Д. Жайқалып өскен түрлі гүлдер көзге өз кереметтігін сыйға тартады. Кәнеки, жауаптарыңызды күтемін. Комментарийге жазсаңыздар болады. С дейді. Сіздерден келген жауапты белгілеп қойын. Тағы кім қалай ойлайды? Қарсылар бар ма? А деп ойлайтындар бар ма? В деп ойлайтындар бар ма? С. Бізде дұрыс жауап С. Так, балалар, белсенді боламыз, барынша. Жақсы. С жауап бізде дұрыс жауап. Өйткені мына жерде сезімге бөленесің. Бізде көбінесе қимыл әрекетті айтып тұр, елестете отырып сезімге бөленесің. Бұнда жаныңды тербетеді В жауабында. Бұл да қимыл әрекетті айтып тұр. Ал мына жерде аппақ мақтадай. Суреттеу ма? Суреттеу. Жасыл кілемдей. Қандай? Не істейсің емес, қандай деген сұраққа жауап беріпті. Сондықтан бізде суреттеу С жауабы. Кейіптеу қай сөйлемде? Кейіптеу дегеннің не екенін білеміз бе? Так, жауаптарыңызды күтемін. Кейіптеу дегеннің не екенін білеміз бе? Негізі кейіптеу деген бізде тіл әдебиетті таңдайтын оқушылар болса біледі, бірақ осындай көркемдегі ширек-ширектер бізге келмейді екен, ол тіл әдебиеттің теориясы деп назар аудармай қоюға да болмайды. Өйткені бізде көркемдегіш құралдар оқу сауаттылығында көп кездеспесе де арасында кездесіп қалады. Кейіптеу дегеніміз табиғаттың суретін, мысалы жетім көл айға қарап ұлып тұр дейді. Табиғаттың суретін жан бітіре суреттеу. Табиғат жансыз ғой бізде, жансыз. Бірақ табиғатқа тіл бітіреді, жан бітіреді, адам сияқты, жануар сияқты бізге суреттейтін болса сөзбен, ол бізде кейіптеу болады. Мысалы, А жауабы: аспаннан күннің көзі түскенде жердің жүзі қуана қыбырлайды. В жауабы: топырлап ұрған тамшыдан топырақ иісі бұрқ етті. С жауабы: таудан сарқырап аққан өзеннің айналасында өксіген оттай жанған жануарларды көрудің өзі керемет көрініс. Д жауабы: шілде тамыз нышаны, шаң ғана болса қалдырма терезелер құшағын. А деген жауап келіп жатыр. Тағы кім қалай ойлайды? Кейіптеу дегеніміз. Жақсы. Данагүл, сізге рахмет. Бірінші сұрақта да дұрыс жауап бердіңіз, екінші сұрақта да сіздің берген жауабыңыз дұрыс. Бізде А болады. Бұл жерде элемент бізде табиғаттың жансыз бейнесін жандығып суреттеген. Мына жерде қуану. Қараңыздар, жер, қара жер, біздің аяғымыздың астында аяқ киіммен күнде басып жүрген қара жер қуана ма? Күле ала ма? Аузы тісі бар ма күлетін? Жоқ. Бірақ оны бізде жерді жанды адамның бейнесінде қуанады, қыбырлайды деп қимылмен жеткізіп тұр, Вот. Келесі дұрыс жауап. А. Оның тіршіліктің көзі неде? Су дейді.
жарайсыз. Ал бірақ енді мына жерде 10А деп бірінші оқыған егер мәтінді дұрыстап қарамай бірден асығыстықта белгілесек аны белгілеп қоюымыз мүмкін. Бірақ бұл жерде бізде Данагүл дұрыс айтып жатыр. Табиғат. Сіздер үйреніп қалғансыздар, тіршілік нәрі су, тіршіліктің көзі су, тіршіліктің қайнар бұлағы су деген мақалдарды біз көп естіп, сондай тіркесті су деген үйреніп қалғанбыз. Бірақ мәтінге назар аударыңыздаршы сіздер. Мәтіннің ішінде қайсы? Табиғат қой. Тақырыптың өзі табиғат деп тұр бізде. Мінекей мына жерде қараңыздар, мына мәтінде мына сөйлем бар. Табиғат, тіршілік көзі. Неге? Жауап бізде шығып тұр. Демек бізде тіршіліктің көзі табиғат екен. Сондықтан балалар, сіздерге оқу сауаттылығынан сұрақтар келген кезде, сіздер күнделікті естіп жүрген, үйде анда-мұнда кітаптан оқып жүрген ақпарат келмейді. Тікелей жоғарыда қандай мәтін тұр, сол мәтін бойынша келеді. Негізі мысалы химиялық тұрғыда, биологиялық тұрғыда тіршіліктің көзі су деп есептеледі деген фактілер бізде бұл жерде рөл ойнамайды. Бізде ең басты басшылық қалатын фактор ол мәтін. Сондықтан мәтіннің ішінен іздеңіздер. 11. Көлдер қойнын ашса, қаңқылдап, оған құстар қонар. Сөйлемнен ауыспалы мағынадағы тіркесті табыңыздар. Көлдер қойнын ашса, құстар қонар, қаңқылдап құстар қойнын ашса. Ауыспалы мағына дегеніміз, мысалы, адамның басы бұл бізде тура мағына. Таудың басы ауыспалы мағына, я? Адамның мүшесі басы жоғары жағында орналасқандықтан, тауға да сол сөзді апарғанда, таудың ең жоғары жағын бізде бас деп атайды. Таудың басы. Таудың басы бізде ауыспалы мағына, адамның басы тура мағына. Вот осы жерде бізде көлдер қойнын ашса, қаңқылдап оған құстар қонар. Ауыспалы мағына қайсы деп ойлайсыздар? Д деген жауап келіп жатыр, А деген жауап келіп жатыр. 11 бізде А жауабы. Неке? Көлдер қойнын ашса. Көлдер, мысалы, қойнын деген, құшағын деген мағынада ғой. Көлдің құшағы болады ма? Жердің бетінде бір тегіс болып жатқан көлдің құшағы болмайды ғой, адам емес қой. Бірақ адамның құшағы болады да, сол құшақты бізге апарып көлге теңестірген. Демек, бұл бізде тура мағынасында емес. Қойны, құшағы деген бұл бізде ауыспалы мағынада қолданып тұр. Ал мына жерде құстардың қонуы, бұл тура мағынасында құстар ұшады, құстар қонады. Ауыспалы емес. Қаңқылдап құстар. Құстардың дауысы қаңқ-қаңқ деп естілсе, ол бізде тура мағына. Қойнын ашса. Енді қойнын ашса деген бізде қойнын ашса деген тіркес құр өзі ғана тұр, я? Не нәрсе қойнын ашып жатыр? Кімге қойнын ашып жатыр? Кімге құшағын жайып жатыр? Ол бізде мына жерде белгісіз. Сондықтан бізде нақты келетін жауап А жауабы. Келесі. Шалғайын шалқар маушыған бұлт келді. Көктем кіргетті деп жырлаған кім? Енді бұған жүгіріп мәтінге барамыз. Шалғайын шалқар маушыған бұлт келді. Неке? Мына жерде. Мына жерде тұр. Кімдікі екен сонда бізде? Назар аударыңыздар, енді вариантқа барамыз. Кімдікі екен? Аха, Д дұрыс. Бірден дұрыс жауап бердіңіздер. Бұған енді талдаудың қажеті жоқ. Бәрі түсінікті, я? Сондықтан да қыздар, жігіттер, әр сұрақ сайын мәтінге жүгіріп барып отырыңыздар. Сіздер білесіздер ғой, мәтіннен кейін берілген алғашқы сұрақтар кіріспесінен беріледі, одан кейінгілер ортасынан, одан кейінгі соңғы сұрақтар соңғы жағынан беріледі. Оңай тауып аласыздар, жүгіріп барып мәтінге барып оқып, соны нақтылап отырыңыздар. Соңғы сұрақ, табиғат көркемдігін ақ қағаз бетіне түсірген ақындар нені білген? Сұлулығын, құдіретін, сырын немесе көркемдігін. Соңғы сұрақ, сұлулығын, құдіретін, табиғат сырын, көркемдігін. Жүгіріп барамыз мәтінге? Неке? Мына жерде тұр бізде жауап. Табиғат көркемдігін деген жауап тұр. Өнегелі сөздер, мақал материал, өте суреттеп жазған ақындар баршылық. Табиғат көркемдігін өз өлең шумақтарында жырлағандар. Неке осылар деп айтқан, я?
көркемдігі. Иә, бізде дұрыс жауап В жауабы болады. Ой, кешірім сұраймын, Д жауабы болады. Көркемдігі. Жақсы. Қыздар, жігіттер, сұрақтарыңыз бар ма? Құдіретім болады апай дейді. Так, я осы сұраққа назар аударайықшы. Мен мына жерде иә. Көркемдігі болады, құдіреті болады дейді. Так, неліктен көркемдігі деп ойлайсыздар, неліктен құдіреті деп ойлайсыздар? Мен дұрыс жауабын бірден айтып қоймайын сіздерге. Ойларыңызды білейін, пайымдарыңызды анықтайын. Мәтінді осы бөлігін қайта оқиын, иә? Мәтін соңында жазылған дейді. Құдіреті болады апай. Иә, дұрыс. Бізде негізі құдіреті болады. Неке осы жерді қайталап оқиық. Қадыр Мырзали атамыз деген және табиғат көркемдігін ақ қағаз бетіне түсірген ақындар оның құдіретін білген. Неке, иә, біз мына сөйлемге назар аудармай кетіппіз ғой. Көркемдігін қағаз бетіне түсіргенмен, оны неліктен түсірді? Құдіретін білгендіктен. Аха, иә, мінеке. Айтып тұрған абзацы мына абзац. Неке, мен қайта сызып көрсетейін. Неке, осы абзац. Оның құдіретін білген. Дұрыс, бізде сұрақта сонда айтып тұр. Нені білген? Нені салған емес, нені білген. Сондықтан бізде дұрыс жауабы В жауабы болады. Я, мына жерде бір оққан кезде, тез оққан кезде шатастырып жатырмыз, иә? Сондықтан да бізде барынша сол абзацты бірнеше рет қарау керек. Басын бір қарау керек, соңын бір қарау керек. Және сұраққа назар аудару керек. Біз жаңа сұраққа назар аудармай бірден бетіндегі жауапты ғана көрдік. Ары қарай терең оққан кезде бізде нақты дұрыс жауабы шықты, иә? Жарайсыз Ақбала, жарайсыз, өте жақсы. Мәтіннің соңында жазылған. Иә, сіздің жауабыңыз өте жақсы. Өте дұрыс. Жақсы, қыздар, жігіттер, сұрақтарыңыз бар ма? Нені түсінбедіңіздер, кейіптеуді түсінбедіңіздер ма? Ауыспалы мағынаны түсіндіңіздер, түсінбей қалдыңыздар ма? Мәтіннің стилін анықтауды білмей қалдыңыздар ма? Сұрақ бар болса қойыңыздар, мен жауап берейін. Бәрі түсінікті болды ма? Мәтіндер қиындық тудырған жоқ па? Үш түрін қандай сұрақтарын қоятын дейді анықтау үшін. Жақсы, үш түрін сипаттау мәтінінде қандай? Жазып алыңыздар. Сипаттау мәтіні қандай? Пайымдау неліктен? Әңгімелеу не істеді? Жазып алыңыздар. Пайымдау неліктен? Сипаттау қандай? Әңгімелеу не істеді? Жауап айт, түсінікті, рахмет деді. Жақсы. Егер де барлығы түсінікті болатын болса, сұрақтар келіп жатқан жоқ. Бәрі түсінікті деп қабылдаймын. Сау саламатта болыңыздар, қоштаспаймын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Бүгінгі сабаққа алтын уақыттарыңызды бөліп, болашақ грантқа деген қадамым деп, уақытында түгел қатысып, иә, барынша аяғына дейін отырғандарыңызға ол нағыз ерлік. Басында бізде көп оқушы болғанмен, қазір соңында қалып отырған оқушылар бастапқы санның жартысы ғана. Сондықтан да өте алғысым шексіз сіздерге. Болашақ грант егерлері сіздер деп білем. Үлкен рахмет, шыға берсеңіздер болады. Сау болыңыздар. Сабақ үшін рахмет, сіздерге рахмет қатысқандарыңыз үшін. Тыңдайтын құлақ болса, айтатын адамдар, мұғалімдер сіздер үшін өте қуанышты және үйретуге әрқашан дайын. Сау болыңыздар.